Қайырлы күн балалар. Жаратылыстану пәні сабағына қош келдіңіздер. Сабаққа қажетті құралдарды, яғни оқулықты, жұмыс дәптерін және түрлі түсті бояуларды дайындап қойыңыздар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы табиғи жарық көздері дегеніміз не? Оқу мақсаты жарықтың табиғи және жасанды көздерін ажырату, қоршаған әлем құбылыстарына бақылау жүргізу. Осы мақсаттарды орындай отырып, сабақта сен жарықтың не екенін білетін боласың. Табиғи жарық көздерімен танысасың. Балалар, бәріміз бірге күн мен түн ойынын ойнайық. Мен күн деп айтқанда барлығымыз қолымызды шапалақтаймыз. Ал түн дегенде көзімізді жұмып, қозғалыссыз отырамыз. Неліктен сендер қараңғыға қарағанда жарықта тым белсенді болдыңдар? Өйткені жарықта айнала жақсы көрінеді, ал қараңғылық жан-жануарлардың табиғатпен қарым-қатынасын шектейді. Жарық қайдан пайда болады? Табиғи жарық көздері дегеніміз не? Жарық дегеніміз не? Күн сайын таң ата терезеден кіреді. Жаңа күн туғанын содан ақ біледі. Бұл не? Жұмбақтың шешуі күн. Ол таңертең көкке көтеріліп, жерге өз жарығын төгеді. Ол кешке батып, әлемді қараңғылық құшағында қалдырып кетеді. Ол жердегі тіршілікті өмір сүруге қажетті жылу мен энергиямен қамтамасыз етеді. Мен не туралы айтып тұрғанымды білесіңдер? Ол күн. Ол біз үшін өте маңызды болғандықтан, күн ықылым замандардан бері бақыланып және зерттеліп келеді. Бүгінде астрономдар күн жүйесінің орталығы күнді зерттеуді жалғастырып, көптеген жаңа мәліметтер алуда. Күн жұлдыз, оның түнгі аспандағы жұлдыздардан пәлендей ерекшелігі жоқ. Әрине, ол жұлдыздарға мүлдем ұқсамайды, бірақ бұл оның кез келген жұлдыздан әлде қайда жақындығынан ғана. Сөйтіп, біз жұлдыздардың қандай ыстық және жақындығынан ғана. Жарық екенін көре аламыз. Енді оқулықтың 72-ші бетіндегі мына суретке назар аударыңыздар. Неге күндіз жарық? Жерді не жарықтандырып тұр? Күн өз жарығымен біздің ғаламшарымызды жарықтандырып тұр. Күндіз күн сәулесінің әсерінен өсімдіктер өседі, гүлдейді, жеміс береді. Үй жануарлары мен аңдар ойнайды, аунайды, ал адамдар жұмыс жасайды, спортпен шұғылданады, белсенді демалады. Сендер білесіңдер ме? Дүние жүзі бойынша 19 сәуірде бәйшешек күні аталып өтеді. Мына суреттегі бәйшешек гүлі шуақты күннің басталғанының белгісі. Күндіз жылы және жарық болған кезде гүлдер күлтелерін, қауыздарын ашады. Ал түнгі уақытта олар жабылады. Енді мен сіздерге бәйшешек туралы аңыз айтып берейін. Ерте заманда Қыс есімді бір атай өзінің жел, аяз деген көмекшілерімен келісіп, жер бетіне көктемді келтергісі келмейді. Бірақ батыл бәйшешек жапырақтарын жазып, күннен көмек сұрайды. Ержүрек бәйшешекке риза болған күн жер бетіне шуағын молынан шашып, көктемге жол ашады. Көктем келісімен бәйшешек бой түзеп, күлтелерін ашып, әсемдене түседі. Балалар, суретке назар аударайық. Суретте қандай жарық көзі бейнеленген? Ай жарығы мен күн жарығының айырмашылығы қандай? Егер қажет болса, күннің жарығын қосып, немесе сөндіре аламыз ба? Естеріңде болсын, табиғи жарық көздеріне адамдар әсер ете алмайды. Табиғи жарық көздеріне күн, ай, жұлдыз, жарқырауық қоңыздар жатады. Жарқырауық қоңыздардың құрсақтарында жарық шығаратын мүшелері бар. Жарық белгілері арқылы осы қоңыздар бір-бірін қараңғыда тауып алады.
Олар түнде кішкентай жарық аққан жұлдыздай жанады. Енді жұмыс дәптерінің 48-ші бетін ашайық. Бірінші тапсырмадағы табиғи жарық көздерінің суреттерін қызыл түспен бояңдар. Қай сурет тапсырмадағы табиғи жарық көздерінің суреттерін қызыл түспен бояңдар. Қай сурет артық? Табиғи жарық көздерін анықтаңдар және оны қызыл түсті бояумен қоршаңдар. Осы тапсырмаларды орындай алдың ба? Мақсатыңа жете алдың ба? Сен үшін қай тапсырма қиын болды? Бүгінгі сабағымыз көңілді, түсінікті, әрі қызықты болды десең, дәптеріңе күннің суретін сал. Ал егер көңілсіз, меңгеруге өте қиын болды десең, дәптеріңе бұлттың суретін сал. Бүгінгі жасаған жұмысыңның барлығын суретке түсіріп, маған жіберуді ұмытпа. Келесі сабақта кездескенше.